Сұраққа жоқ пеш, потом бара қоярсың аяққа. Жоқ. Жоқ емес, иә. Сулейфадан ұтылып қалып келген жоқпын. Красавчик. Маусым крашы 5-ші орын. Қоя тұрыңыз. Аяқтасын. Жоқ дейді, Сулейфадан ұтылып келген жоқпын дейді. Жауап беріп қойды. Тағы бір айтамын. Бәрекелді болды. Айтып жатыр ғой. Аузынан сүті кеппеген бала деп жатыр ғой. Аузынан сүті кепкен жігіттер де келіп алып кете алмай жатыр ғой. Өтсіңген, алтын сататын қатындар құсап. Әйелдер құсап. Айып етпеңіз. Енді менде мынандай сұрақ келіп тұр енді. Сіздердің айырмашылықтарыңыз әжептәуір екен. 11 жас екен енді. Кейін ертең сіз асығыс екенсіз, бүгін болса, ертең болса үйге алып кетемін деп тұрсыз ғой. Ертең бәрі жақсы болып үйленіп жатсаңыздар, сіздің ақшаңызды Жансая мен өзім ұстаймын, сен жаратып қоясың деп кассаны өзі алып алса оған қалай қарайсыз? Ертең мороженіңа беріп тұрамын ғой десе. Әзіл жақсы болды, бірақ ақшаны бермейсің ғой? Жоқ. Бәрекелді. Көрдіңіздер ғой. Алишер, сұрағыңыз бар, бірақ мүмкін шымылдықты ашып алсақ. Соны айтайын деген ғой. Қош келдіңіз, Ақтөре. Ассалаумағалейкум, қазақ елі, құрметті қатысушылар, Сұлтанбент, Балауса ханым, қазақ елі, Қырғыз елі, Өзбекстан, Қарақалпақстан, Тәжікстан. Жас көрінесіз, сіз өзгермейтін сияқтысыз осы. Мен әлі. Қазір нешеде жасыңыз негізі? 28-де ғой сол. 28. Ода 28-де тоқтап қалдым. Сіз 93 емессіз бе? Жоқ, 95-пін. 95? Точно? Сәл кішілер бола беретін шығар. Негізі бір түсім сияқты. Әлі есептемей қоямыз ба? Жансая, енді сіздің әсеріңіз? Сол басына бір мұздай су құйып жүргендей болды. Мен мүлдем күтпедім Ақтөрені. Мұздай емес, жылы десей, жылы. Кезеңі болды ғой. Сол кезде 3 качок жігіт болып келді ғой жерге. Сол кезде қалжыңдағанымыз бар. Коридорда кетіп бара жатқанымызда Ақтөре маған келіп, сен жігітпен мүлдем жүрмедің ба деген сұрақтар қойды. Мен жоқ, жүрмедім деп. Саған келейін ба деп, бірақ мен оны енді әзіл ретінде қабылдадым ол кезде. Күліп, енді өзің көресің. Негіз көп күттім. Негіз сол кезде келмеді. Ринат деген жабысып алған ғой, жібермейді ғой. Не біреуге бермейді, не өзі алып кетпейді. Айырылысты, соны күтіп жүргенмін как раз. Келдім. Сен хотя бүйтіп көзіңді бір қысып қылмадың ба? Мен таныстық тоқтата салады едім ғой. Қаяқтан қысам ғой көзіме көрмесем. Енді хотя бы Инстаграмға бір смайлик пандай, типа класс деген сияқты. Қыздарға жазбаймын негізі мен өзім бірінші. Заңды түрде барлығы осы келіп сізге қадамын жасап жатыр. Енді Ақтөре, өте қуаныштымыз. Өзіңіз бір айтар сөзіңіз болса, тыңдап тұрмыз сізді. Қыз орын тапты болды, главный сол. Ерексіп келген жоқсыз ба? Әсемге ерексіп келетін болсам, Әсем келген кезде-ақ мен келетін едім да осы жерге. Ара-қатынас бастаған кезде келетін едім, болса солай ғой енді. Жансая, сен ғой негізі бұл жерде уақыт созып жүрген Ринат бұл жерде әңгіменің қысқасы. Басында бос болған кезде мен может келетін едім сол кезде. Бірақ ол кезде келген кезде де осылай ерексіп келді ма деп ойлайды да бәрі ше. Негізі жасым 30-да ғой негізі. Бұлай екеуміз келеміз бір-бірімізге. Қашаннан бері көзіңіз түсті, соны айтып өзіңіз. Көзім түскен. Айтпай қойшы қашан екен. Мен оны қалжың ретінде қабылдадым негізі. Күліп қоя салдым. Бірақ сізде өзімде сезім. Сезім? Бар ма, жоқ па? Біліп алайық деген ғой. Дұрыс. Дұрыс қой, мен де тазаланып келдім, бұл кісі де тазалансын деген ғой. Мен енді тап-таза болып, әппақ жолға қарай өтіп кетейік деген ғой. Просто Ақтөре андай да. Мен ол сезімді жібере аладым. Жоқ, менде ешкімге сезім болмаған. Осы жасқа дейін жүрегім басым бос. Дамыңызды жасап келдіңіз. Ол әңгіменің айтылғанына бір айдан асқан шығар, иә? Көп уақыт бола қойған. Біраз уақыт болды негізі. Бір жағынан андай болсаға андай әңгіме ғой. Есік алдына келіп жатып алады 1-2 күн деп дегенді сұрап жатырмын да, просто шын қой, бауырым. Мен алкаш емеспін ғой, бауырым. 2 күн барып жатып алатындай. Мен білмеймін осы, білмегеннен сұрап. Сен бар ғой, кішкене сұрақ қойғанда кішкене ойлансайшы, 2 күн жатып жын ұрды ма? Мен деген жындығым бар, жас бала емеспін ғой мен. Мен ішпеймін, шекпеймін, қуып кететін дейші. Значит, Әсем өтірікші болып тұр деген жоқ, Әсем өтірікші болғанда енді бұл жерде ешкім өтірікші емес қой, солай айтқысы келетін шығар, бірақ мен көп естимін, что Әсем Ақтөре жазды, қатысушылардың арасында сондай әңгіме болады екен, естиміз ғой енді. Білмеймін оны не үшін айтатынын енді өзі біледі ғой енді. Сіздің соңғы әрекетіңіз нүкте қою болды ма? Әлде оны да жіберген сіз емес пе? Білмеймін. Барлығын айта жатарсыздар. Әсемнің өзі не дейді, микрофон көтеріп отыр енді.